Мынау Астанадағы Жерұйық саябағыда. Жерұйық атына сай бұрында мынау жерде пырақтардың мүсіндері болды. Сосын анау грифон, ит құстың мүсіндері болды. Соңғы жылдары осылай Панфилов генералдың ескерткішін қойды. Шамасы былай болғанда мынау Бауыржан Момышұлы даңғылы ғой. Соның аяғы басында Бауыржан атамызға ескерткіш тұр. Мына жерде генералға, Панфиловқа, сол Момышұлының командирі болған генералға ескерткіш қойылды. Оны айтпай қояйын, ол ұзақ әңгіме. Бірақ ең қызығы сорақысы мынауда. Мынау жерге генералдың артында 28 панфиловшы батырларға деген стеллалар қойылған. 28 осындай стелла кетеді. Ол білетін шығарсыз, сол панфиловшылар Алматы мен Бишкекте жасақталған дивизия болды. Олар және де тағы да осы біз жақтан келген 200 дивизия немістерді Мәскеуге немістер әбден жақындағанда бұлар тоқтатты. Сол кезде мынау ерлікпен 28 панфиловшы ерлікпен сол бір бойда бір соғыста қаза тапты. 28-і елі бір нәрсе танк жарды деген желеумен сондай мақала шықты да қаңтарда, 42-ші жылдың қаңтарында. Өйткені сол кезде рух көтеру керек болды немістерден. Біздің әскерлер, совет әскерлер сонды қорққан, қаша берген. Сондай жоқ, оларға қарсы тұруға болады деп 42-ші жыл қаңтарда мақала шығып, бұларды әспеттеген. Сонымен бәріне қаза тапқаннан кейін Совет одағының батыры деген атақ берілді. Бірақ байқайсыз, мына жерде көбі шынымен 41-ші жылы қаза тапты. Бірақ кейбіреулер осылай 69, ана жерде 50-ші, 70-ші, 80-ші жылдар қайтыс болған адамдардың аттары жазылған. Ең қызығы мынау Добробабин деген Иван Евстафич 96-шы жылы қайтыс болды. Совет одағының батыры белгісі бар. Бірақ бұл адам сол соғыста өлмеген екен. Немістердің қолына түсті, қашты, үйтті, бүйтті. Қысқасы, Украина, Харьков жақтағы өз ауылына барып, сол жерде немістің полицайы болды. Немістің полицайы болды, оны совет әскері тұтқындады, сосын босатты, совет әскеріне қосылып соғысты. Сондай күрделі тағдыр болды да. Сосын соғыс біткеннен кейін өзін совет одағының батыры екенін естиді да біледі. Содан кейін талап етеді, маған сол орден беріңдер, ақшасын беріңдер дегенде, оны зерттейді да 47-ші жыл масқара боп, оны осындай ешқандай ерлікпен 41-ші жылы қаза таппай, қасындағы жолдастар сияқты тірі қалып, немістерге жұмыс істеген белгілі болады да. Ол совет заманда қазір де сұмдық. Ол совет заманда сен немістерге жарақат алып тұтқынға түссең, соның өзі 10-15 жылға сотталатын еді. Қанша біздің қазақтар сол тұтқынға түсіп, сосын одан қашып, немістерге қарсы Европада соғысқан адамдарды қанша соттады, қанша қинады. Мынау адамға сол кезде 15-ақ жыл берді. Ал немістерге полицай болу сол заманда ол сұмдық қылмыс саналды, атылатын кәдімгідей. Бірақ бұның бүкіл орден медальдерін тартып алып, 15 жылға соттады. Сосын Сталин қайтыс болғаннан кейін босатты. Сонда кейін қызық өмір сүрді дегендей, анау перестройка кезінде өзінің реабилитация талап ете бастады. Сонда деймін, қойш, бұл адамның мен сүйегін қозғайын деп жатқан жоқпын. Жай не үшін осы соңғы бірнеше жылда
осындай бұл Добробабинге қатысты зерттеу тергеу жүргізілгенде басқа да біраз адамдар сол кезде қаза таппағанын, тірі қалғанын, жалпы бұл журналист сол кездегі сенсация жасаймын деп ойдан шығарылған оқиға болған белгілі болды да, бірақ соны Ресей пропагандасы ұмытпайды әлі күнге дейін. Кино арнайды соларға, бізде де Алматыда саябақта тұр олардың ескерткіші. Жақсы, енді ол сондай заман болды. Осы біздің заманымызда соңғы жылдары осындай ескерткіш не үшін керек? Бұл ешқандай да батыр емес. Оның мынау Совет одағы батыры деген басқа да атақ медаль бәрі сотталғанда одан алынған. Не үшін керек осындай ескерткіш, соны түсінбедім.